қоғамдық орында тіркелетін қылмыстың алдын алу, жолды қадағалау, профилактикалық жұмыс жүргізуге кіріскен тәртіп сақшыларының кезекті кезекшілікке сақадай сай дайын екендерін бірден ақ байқадық. Бірлескен рейдке жол сақшылары, учаскелік инспекторлар, жаяу патруль, жедел уәкілдер қатысты. Полицейлерге жүктелген тапсырма көп болды. Аудан тыныштығын қамтамасыз ету, азаматтардың конституциялық құқықтарын қорғау, кінәлілерді жауапқа тарту, тәртіп орнату. Жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші, өз міндеттеріне бірлесе кіріскен тәртіп сақшылары мынадай тапсырма алды. Учаскелік уәкілдер мен жол полиция қызметкерлері мына қазір бүгін күн қарлы, сол үшін жаңа арақ ішкен мас күйінде жолаушылар болса, жүргізушілер соларды ұстап ішке жеткізуді және азаматтармен дөрекі сөйлеспеңдер, өздерін түсіндіріңдер, жолдың апатын сағат 12:30-да да ішке келіп рапорттарын жазасыздар, не жасалғандар туралы. Жүргізушілер жол қозғалысы ережелерін сақтай ма, жоқ па? Алдымен осыны анықтау мақсатында қадағалауды Баутин кентінен бастадық. Жол сақшысының назарына ілінген Opel автокөлігі тоқтатылып, құжаттары сұралды. Алайда жүргізушіде құжат аты-затымен мүлдем жоқ болып шықты. Құжат жүруге болмайды білесіз бе? Білем ғой, қазір мынау менімді күрткімді ауыстырдым осы менде тұр. Сонда ана күрткін қаласынан көрді. Парыңыз жанбай тұр. Ау. Парыңыз неге жанбай тұр? Жанбай қалып па не? Бер жағы жанбай тұр ғой. Мынау неге қараңғылап қойғансыз? Мекеменің машинасы білмеймін. Онда қазір аудан ішкі істер бөліміне барамыз. Сол жерден машинамызды қоямыз. Аудан ішінде таныс тамырға сеніп, құжатсыз көлік жүргізуді әдет қылған жүргізушілер санының көбейгеніне көзіміз жетті. Тоқтатылған 10 автокөліктің тек 2 жүргізушісі ғана құжатын өзімен бірге алып жүреді. Ал қалғандарының жауабы әртүрлі. Документің қаяқта негізі? Үйде алып кеп берейін негізі. Техпаспорт. Түгел бар. Права? Бар, права. Үйде неге жатыр енді өзіңе алып жүрмейсің? Тонировка болмайды ғой нетуге. Тонировка майдауға. Енді документ алып жүрмейсіңіз. Жап-жаңа тек қапылдырып жатыр қосын. Жақалдыңыз права, техпаспорт, еш қағаз. Клисте как должен бәрі бар қалтамда. Рейд барысында қоғамдық орында масайған күйінде жүргендерді кездесті. Сағат түнгі 2 шамасында тас жолдың үстінде 3 дардай азаматтың ішімдікке сылқия тойып алғандары алыстан байқалды. Инспекторлар жақындай берістен біреуі қаша жөнелсе, қалған екеуінің жауабы бір. Ауыл арасы емес пе, ішкенде тұрған не бар? Арасы осындар ғой. Ал деген не? Қоғам жүрді арасы осындар ғой. Ой, тыныш. Жүрін. Тұра тұрыңдар. Документтерін айда. Паспорттарың бар ма? Документ, паспорттарың қайда? Ал деген не қыдыр? Қоғам жерде арақ ішуге болмайды, білесің ба? Шешенде, үйге кетіп жатыр ғой мен. Үйге кетіп баққан түсініп тұрмын ғой, неге арақ ішесің? Документтерің қайда? Қайда арақ ішесің? Бар, көрдің бар арақ ішесің. Арақ ішесің ғой. Так, дәрігер тексеруден өтеміз, ішке уақытша қамаламыз 3 сағатта. Ой, жүрші бір қонты, жұмыстан қатын ғой мен. Жұмыстан арақты. Ешеуің осы. Машинам отырыңыз аға. Бір көз жетпе ғой. Аға, машинам отырыңыз. Отырыңыз? Отыр. Все, в отдел. Кого чего? В отдел. Аяғында әрең тұрған ВАЗ-2106 темір тұлпарының мына жүргізушісі алғашында жол инспекторының заңды талабын орындағысы келмеді. Бейнекамерамен бір топ полиция қызметкерлерін көрген ол, соңынан барып инспектордың өтінішін орындады. Қарсылық көрсетпей дәрігерлік сараптамадан өтуге келісті. Азамат, фамилияңыз кім сіздің? Айманатов, атыңыз кім? Қашан қай жерде не іштіңіз? Ішкен жоқсыз ба? Неге дұрыс тұрмай тұрсыз? Сіз ана машинаның önünde емес, жаяу жүре тұрсыз ғой. Кесіп алмадыңыз. Неге жалған айтасыз? Араққа тұрғансың ғой. Неге жалған айтасыз? Айтуға қандай? Көріңдер. Сол жерден нетеміз. Талқылаймыз. Қазіргі таңда жол сақшыларын алаңдатып отырған проблеманың бірі жүргізушілердің тас жолда ережені сақтамайтындығы. Оның үстінде трассада түнгі мезгілде жарық беруші бағаналар жоқ. Өткен жылы апат салдарының 70% тас жолда тіркелген. Бізде көбінесе жол көлік оқиғаларының тіркелген жері Ақтау Порт-Шевченко тас жолы. Бізге қарасты Ақтау Қаламқас тас жолында 6 жол көлік оқиғасы болған. Порт-Шевченко Ақтау тас жолында 5 жол көлік оқиғасы болған. Қалған 3-і Порт-Шевченко аумағында. Сондықтан біз өзіміздің жаңағы
анализімізге қарап, талдауға қарап, қазіргі кезде дербес батальонның көмегімен сол болатын қатерлі аймақтарда жылдамдық өлшегіш құралдарымен жұмыстанудамыз. Соны болдырмау, алдын алуда, сонымен қатар үгіт насихат жұмыстары жүріп жатыр. Барлығы 50-ден астам автокөлік тоқтатылып тексерілді. Нәтижесінде тек 11 жүргізушінің өзімен бірге құжаты бар болып шықты. Қалған жүргізушілерге инспекторлар тиісті шара қолданды. Олар әкімшілік жауапкершілікке тартылды.